Көрермен амансызбы? Бүгін сіздерге жер үйді сунуштайм. Жаңы базар жақын, машина базар жақын, мөме жеміш базар жақын, ескі мектеп бар, жаңы мектеп салынтат, каналы жақын, свет келген, 5 соттық жер, документі таза, үстіңкі чатыр соның болып жалыптыр. Бышқан кирпич, сесмопоисттар соның болып құйылған, подушкасы менен. 13-кө 10. Бұл жерде 5 қошқан ел. Алай, чоңалай, өзгөн, қарасу, қарақұлжа, баткендік туғандар бүт бардығы бар. Бисмилля деп кірелі. Мына қызыл кітеп, документ тап таза, 5 соттық жер, мәселе жоқ. 13-кө 10 деп айттым. Бисмилля. Кіргенделе оң тарапта бұл жағы болса жуынып таранушы бөлімі болып қалады екен. 3.30 екен биіктігі, өте соның. Бұл жер болса дизайнға бір баға беріңіздер. Ашханасы менен негізгі қол зал үшіл бір жер болып қалады екен. Төр жағын ашхана қылсаңыз, мұны жерге диван креслоларды қоясыз. Бұл жерге болса панорамный терезелер қойылады. Телевизорды бір қаптарға ілесіз. Чоңата, чоғыне, құда, туған ұруқ жүріліш кеңгірімнеде отырады. Бұл жағы балкон болып қалады екен. Стеклен әйнекті қоясыз. Бұл жер Сулайман тау көрініп тұрады. Бұл жер западный, машина базар, мөме жеміш базар, жаңы базар. Жаңы мектеп бұл жерге құрылтады, ескі мектеп бұл жерде. Бұл жерде канал бар, свет бар, балконды соны қылып тұр. Асты холодильник лайықташтырған ұзын ғана подвалдағы бар екен. Демек, дизайн соны болған. Өзіме деп салдым әле дейді. Бұл жағы ателлердің бөлмесі. Потолоктан кейінкісі 3-10 болып қалады екен. Демек, биіктігі сон. Бұл 3-ші бөлме. Бұл жағы 4-ші бөлме болып қалады. Бөлмелер кенен, аласыз, ешкі ремонт қыласыз. Өстірмесі де соның өстірілген. Бұл жағынан да алып көрсетемін сіздерге. Каналдың сусын бұл жаққа тарттырып шығып тұр. Ағаларыңыз уже мөме жеміштің түріне келіп тұр. Көрініп тұрады, сіздерге бардық. Бұл жерде болса, подушканы бұны жерде байқасаңыздар бұл сонда. Плитамен жауған. Енді базарға жақын болғандықтан мен көбінше холодильникке мұны ұсыныштаймын. Алма бассаңыз болады, құрма бассаңыз болады, мөме жеміштің түрін бассаңыз болады. Өте ыңғайланышты. Ақшасы $75,000, $30,000 чейін жеңіл машинаға алмашу жолда бар. Бішкектен батарея алмашу жолда қаралған. Бұл артық көрініш. Бөлішіп қойсаңыздар болады. Аламын деген ағынды сұрға. Қызыл байрақ шарға қарайды, білесіздер. Су мәселесі жақын арада шешіліп, свет келген. Арман, азырқы жер үйдің дәрегіне тоқтыра тұрған болса, мұны западный оштоғы. Мұны Енесай құрып атқан дом. Западныйдан жаңы базарды көзден жөнегенде мұна Теңізбай деген шайқана тұрады. Шынан соло кіресіз, түп-түз бір 2-3 километр барғанда Қызыл байрақ деген жазу тұрады. Андан бір 700 метр өткеннен кейін, оң тарапта мектеп, мектептен өткеннен кейін 4-ші көше сол тарапқа шығасыз. Трансформатордың тұшынан. Қараташтың жаны. Бұл жағы болса жаңы базар мұнаке. Объездной жол. Қарасудан, Объезднойдан, жаңы базардан Западныйды көзден жөнегенде Енесай домға жетпей Теңізбайдан қайырлы оңға кіресіз, азырдақын барасыз. Демек, қалған адам ұтпайды, бөлішіп қойсаңыздар болады. Мектеп балабақша бар. 127 маршрут, әр 5 минут сайын жаңы базар, Западный, Араванский, Сұрқатқа шейін.